Сәлем достар! Бүгін мен сіздермен мұғалім мамандығына түскен бірінші курс студент балмұздақтарға қажет кеңестермен және лайфхактармен бөлісетін болам. Себебі мен де тура сен, дәл сен сияқты мұғалім мамандығына түсіп оқыған студентпін. Ендеше кеттік. Ең әуелі грантқа түскен жандар болса, сендерді шын жүрегімнен құттықтаймын. Ал егер дәл осы мамандыққа оқуға түспей, алайда ақылы бөлімге тапсырған студенттер болса, сендер де көңілдеріңді түсірмеңдер. Себебі нағыз оқу, нағыз еңбек әлі алда. Неге десеңіз, алдағы уақытта сендерді ішкі гранттар, ректордың гранты, не болмаса, грантта оқып жатқан студент үлгерімі төмен болса, стипендиядан құлап, орнына грантқа ие болуың мүмкін. Сол үшін сен мүлдем еңсеңді түсірме. Бастысы, мұғалім мамандығына деген ынта-ықыласыңды арттырып, оқуға зейін қойғаның жөн. Жақсы, ендеше сендерге арналған кеңестерімізді бастайық. Бірінші курсқа түскен студент ең әуелі нені жадынан шығармауы керек? Ең бірінші, егер сен жатақханаға орналассаң, айналаңдағы достарыңмен тіл табысып, ашық болғаның жөн. Алайда бірден сырыңды айтып ақтарылу аса орынды емес. Сенің мінезің мен табиғатыңа кім сәйкес келеді деп танысаң, сол жандармен барынша жақын араласқаның дұрыс. Екіншіден, сабақтың алғашқы күндерінен бастап группаластарыңмен және ұстаздарыңмен белсенді жылы қатынас орнат, және киім үлгің, тем более мұғалім мамандығында болған соң классикалық үлгіде болғаны дұрыс. Себебі оқытушылар классикалық үлгіні жақсы көреді. Өзіңе үйлесімді киім ки, барынша жақсы көзқарас қалыптастыр. Ойыңды ашық айтып, пікір білдіруде ұялмағаның дұрыс. Себебі адамдардың ең алғашқы көзқарасы содан бастап қалыптаса бастайды. Осылай сені староста қылып сайлауы да мүмкін. Ал оның минусына қарағанда плюсы көп. Үшінші кеңес. Ұйымдарға, универге бара салысымен бет алды қосылып кетпегенің жөн. Сен үшін сабақ бірінші орында болуы керек. Егер ұйымдарға қосылсаң, сабаққа үлгере алмай, өзіңе қиын болуы мүмкін. Алғашқы 2-3 айдан соң ғана сабаққа бейімделген соң ұйымдарға кіріп, жаңа орталарға бейімделгенің жөн. Осы жерде айта кететін нәрсе, сен көп ұйымға кіріп өзіңе салмақ салудан аулақ бол. Жаныңа жақын ұйымды қалып, уақыт өте ұнамаған ұйымдарыңнан шығып кетсең, ешқандай әбестік емес. Ал тіпті ешбір ұйым мүлдем ұнамаса, онда уайымдама. Ол да қалыпты нәрсе. Бәлкім сені одан да мықты қызықтар күтіп тұрған шығар. Келесі лайфхак стипендияға байланысты. Құрметті студент, саған айтарым, егер сенің миыңда бастысы стипендияда қалсам болды деген ой болса, сол ойдың кесірінен сен үлкен жетістікке жете алмай, сабағыңнан нашар бал алып, соны қанағат тұтып жүруің мүмкін. Сол үшін әр тапсырма мен сабаққа 100% максималды дайындықпен жетемін деген мақсат қой. Сонда сен повышкаға ілігуің әбден мүмкін. Ал ол қызыл дипломның алғашқы қадамдары. Повышка деген ең жоғарғы шәкіртақы. Ал егер сен үзбей повышка болып барлық сабағыңды 5-ке жапсаң, президенттік шәкіртақыға ілігуің мүмкін. Сол үшін болашағыңа қазірден бастап немқұрайлы қарамағаның жөн. Келесі лайфхак жұмыс туралы. Құрметті балмұздақ, жұмыс жасауға мүлдем асықпа. Тем более стипендияң жақсы болғандықтан, бірінші курста ақшаны тиімді пайдалансаң, өзіңе толығымен жетеді. Тым жылтырға әуес болып, ақшаңды әр нәрсеге құрта берме. Пайдалы дүниелерге жұмса. Мәселен, кітап, курс, спорт, бассейн деген сияқты өзіңе инвестиция ретінде қолдануың керек. Әр сабақтан жазған дәптер блокноттарыңды сақтап жүр. Себебі болашақта әр қайталанбас естеліктерді еске түсіріп, бір жағынан мұғалім болған кезде пайдаңа жарап қалуы әбден мүмкін. Әрине, бұл лайфхактар мен кеңестердің аз ғана бөлігі. Құрметті балмұздақ, алдағы уақытта қандай кеңес күтесің? Комментарийге қалдырып кет. Мен соған міндетті түрде видео шығаратын боламын. Ендеше осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, бірінші курсқа түскен досыңа немесе танысыңа жібер. Арнамыздан алыстамаңыздар.